Хейо қазақ, біз қайтадан оралдық ютубқа. Короче достар, бізде новый ойын бар. Біз Fortnite деген ойынды жаздың басынан бастап ойнап жүрік. BackSkizet екеуміз. Сол короче көп созбайық, осы ойыннан видео шығатын болады енді алда. Так, біз жаңа зон және де королевский битва деген бар. Ол кәдімгі битва барлығымен соғысады. Так, мінекей бізде жаңалық келіпті. Сосын оқып жатырмын. Так, мінекей Fortnite-тың негізгі суреті қазіргі 6-шы сезондағы Хэллоуинге байланысты суреті осындай. Мінекей пауктар, мына Хэллоуиннің басқалықтары ма қалай білмеймін, олар түсінбеймін өзіне. Так, мінекей осындай нелер бар. Таңдайсыздар өздеріңіз. Мінекей мынау Хэллоуиннің нелері кіреді. Мынау жай ғана отрядтың несі, мынау танцпол билейсің. Мынау турнирдан мен турнирді алмаймын, өйткені мен ойнамаймын оны, өйткені қиын ол, короче. Мынау песочница. Біз бүгін песочницада Fortnite жайлы түсіретін боламыз. Так, тоқтаңдар. Мен звукты басайын. Айтпесе менің даусым естілмеуі мүмкін. Мінекей мынандай скин бар екен. Вау. Вжик дейсің. Артында не? Мынау не ме? Так, тоқташ. Мынау Хэллоуиннің скины жақында шықты, өзі мықты скин. Бұл соғыс кезінде ауысады, атысып атқанда анамның космонавт, меніңше дезактиватор деймін, ал дейді. Так, клик, мынау кирка. Ол компьютер отыр. Лечиться дейді. Так, мынау дейді. Спортивная походка дейді. Осы мықты. Базар жоқ қой да. Так, сумканың түрлері екен. Бұл сумканы алып керек емес. Бұл арнау. Мінекей менің шкафым, киркам, артында тұратыным. Мінекей BackSkizet менікінен өте көп, сондықтан BackSkizet менде ойнауы мүмкін кейде. Так, мінекей осындай зонтиктер бар. Street style. Короче, көп сөз бар. Мінекей эмоциялар. Менің флагым. Көп сөз байық, мінекей біздің боевой пропуск. Пропуск деймін, ал дейді. Мінекей би. Мінекей мынандай би де бар. Және мынандай би бар. Ал және мінекей ең соңғы мықты скин, ол қасқырға айналатын скин. Мінекей қасқыр қоңыр түсті, сұр түсті, ақ түсті, және ең соңғы қара түсті. Біз көп сөз байық қояқ, песочницаны басамыз, не заполнитті басамыз. Егер сіздер отрядта тұрып, мысалы заполнитті басаңыздар, сіздер 4 адам болсар, или не заполнитті басаңыздар, тек қана бір адам болып отрядтарға қарсы шығатын боласыз. Сондықтан мен не заполнит деймін. Айтса, песочницада мен қазір сіздерге көрсететін нәрсені көрсете алмаймын. Және достар, бұл Fortnite деген ойын бесплатно тұрады. Мысалы, кубоктар 5000 теңгеге сатып алады ғой басқа адамдар. Біз бесплатно Fortnite ойнаймыз. Fortnite бұл, короче, ең қалай популярный ойындардың бірі. Мысалы, мен бұны ойнағаннан кейін, мысалы, GTA қызықпай кеттім, мысалы, Free Fire'a қызықпай кеттім. Менде Free Fire не керек маған, Fortnite тұрғанда деп. Короче, мінекей осындай бірінші тренировочный жерден шығасыздар. Кәдімгі не сияқты ғой. Қандай музыка біз? Вау! Бұл Хэллоуинге байланысты автобусымыз. Достар, мен қазір білмеймін, қатып атыр ма, қатып атқан жоқ па? Сондықтан енді ренжімеңіздер, қатып атса. Мен келесіде видеода қатпайтын болады. Біз брошный башына түсеміз, енді біз жалғыз өзіміз. Мен негізі шын өмірде брошный башняға мүлде түспейтін адаммын. Негізі кәдімгі ойнағанда басқа противниктермен ойнағанда. О, біздің үйімізді қараңдар. Бөліп кетті жақында. Мен келесі видеода бүкіл ойында, осы Fortnite-ның бүкіл сезонның трейлерін бәрін шығаратын болам, егер каналға тіркеліп кетсеңіздер. Так, мінекей бұл брошный башня ең үлкен, біздің Fortnite-дағы ең үлкен, короче, қала дей берейін да, мысалы, мыналар бәше құттай, олар 6 үйме болады ең көбінде. Ал бұлда ең көбі өте көп.
Так, достар, сіздердің Fortnite-тағы ең маңызды нәрселеріңіз ол мысалы сіздер нуб болсаңыз, нуб деген ол мүлдем ойнау білмейді. Мысалы Fortnite-ты ойнау білмейтін адам, CS:GO-да, оттуда да дым білмейтін адам ол нуб дейді, короче, нуб болсаңыз, сіз брошни машина жоламай ақ қойыңыз. Сіз ең алдымен мысалы мынандай алыс аймақтарда болсаңыз, мына свихиная свалка ма қалай еді, фабрика фаянс мысалы мынаған көп түседі. Мысалы мына жердегі неге міне далекий домик, кошмарный кинотеатр, кошмарныйға түседі көп. Сондықтан осындай алыс жерлерге түсіңдер, ортадағы мүлдем жоламай ақ қойыңыздар. Так, сіздің Fortnite-тағы ең маңызды неңіз, мысалы сіз Fortnite-та өлмейсіз, мүлдем атыс өлмейсіз, мысалы міне атыс өлмейсіз, дұрыс. Вообще басқа жақта атасыз мысалы. Сондықтан сіз бірінші CS:GO-дан бастаңыз деп айтқым келеді. Мысалы мен CS:GO-дан бастадым, өзім басым. Одан бұрын Fortnite-та мүлдем атыс өлмейтін едім. Так, енді CS:GO-дан бастадық, нормально болып қалдық кішкене. Сіздің Fortnite-та ең басты мақсатыңыз басқа мубуктар сияқты. Бұда да ең бірінші сіз мысалы мына ережелеріңізді осы жерге мына ошамадан бастап түсіп кетіңіз. Сосын, короче, бірінші жетуіңіз керек басқалардан. Егер сізден бұрын бір адам жетсе болды, сіз өлдіңіз дей беріңіз. Енді өлдіңіз, короче, бір адам сізден бұрын түссе. Сондықтан енді межелеген жерге шамалап математикалық тұрғыда мықты етіп бірінші жетуге тырысыңыз. Және Fortnite-та бірінші не? Мына осындай любой здание, мынандай беті ашық тұрған здание болса, оның осындай жерінде оружиелар тұрады. Ал беті жабық мынандай криша тұрса, мынандай криша тұрған, ол кришаның ішіне түсіңізде кришаны сындырыңыз. Сол кезде оның ішінде сандық тұрады. Енді гарантия жоқ. Так, міне мысалы маған мынандай көк сулар шықты, міне. Бұл көк суларда мысалы бірінші осы Құттай банкын ішесіз. Себебі ол 25-25-тен екеуін ішесіз 50 болады. Сосын барып үлкен банкын ішесіз, бұл бірден 50 жезін береді. Егер сіз бірінші 50 нені ішсеңіз, мына 50 нелік үлкен жаңағы банкыны ішсеңіз, онда сіз мынандай банкаларды іше алмай қаласыз, өйткені бұл 50-ге дейін көтеріледі тек қана. Адан қарай көтерілмейді. Одан кейін слер деген бар, ол дейтін жезінді да, көк жезінді да көбейтетін. Одан кейін чага бар, ол екеуінде бірден 100%-ға көбейтеді, ал слер 50%-ға дейін ба, екеуін білмеймін, сондай. Ал сосын мінекей сіз бірінші мінекей осындай жерге қондыңыз дедік, ал оружиені алдыңыз. Оружиемен біреуді өлтірдіңіз, ал келді. Екінші мақсатыңыз сіздің мінекей осылай сындыру. Сізде кирка болады, мінекей кирка менде Q әрпімен тұр, сіздерде бір әрпімен тұрады. Мен келесі неде кнопкаларды қалай қою керек жайлы видео түсіремін, сол кезде қарап алыңыздар. Мінекей бірінші мақсатыңыз осы оружиені алу болса, екінші мақсатыңыз осылай сындырып үйдің ішіне кіру. Міне қызыл точкадан сындырсаңыз сізден 100 уроннан кетеді, ал 50 басқа жағынан ұрсаңыз сізден 50 жизнь аласыз тек, только 50 жизнь. Сосын үйдің ішіне кіргенде осындай диван сияқтыларды сындырып жүріңіздер. Айтпақшы достар, бұл песочница режим болғандықтан бұда любой нәрсеге көп нәрсе береді, короче. Мінекей бізде ең жоғарыда ағаш, темір, ағаш, тас, темір тұрда. Мінекей мысалы мінекей бірден бір ұрғанда 11 жизнь берді. 11 ағаш берді. Ал сіз кәдімгі королевский битвада басқа адамдармен бірге ойнасаңыз, сізге бір ұрғанда бір ағаш қана береді. Сондықтан бұл песочница режимі бұда көп неден береді. Мінекей қараңыз, оружиеларында оқтары өте көп болып кетті. Уже бір жерге түскеннен 150 оқ. Бұл дейтін мүмкін емес нәрсе, негізі шын неде кәдімгі Fortnite-қа. Бұл песочница режимі. Сондықтан бұндай болмайды. Мінекей снайперский жағын түсіп кетті. Мінекей, міне чага деген осы, мінекей достар. Мінекей, мысалы мен көрсетейін сіздерге. Мінекей, үйлердің бәрін осылай аласыздар, мысалы қараңыздар, көрдіңдер ме, алдыңыздар да. Міне қараңыз, мен мысалы құлайым. Міне менен 20 жизнь кетті, және синий хпымыз жоқ деп ойлады, көк хпы. Короче, бронь желет деймін. Мінекей, мына чаганы ішесіз, чаганы ішкен кезде сізде көк жизнь да жоқ, жасыл жизнь да жоқ, сізде екеуі де толады. Мінекей, ол чага 15 секунд ішілетін нәрсе. Сізде егер тек қана жасыл жизньіңіз кетсе, мысалы осылай мен сияқты құлап кетсеңіз, сізде аптечка болса, аптечканы ішіңіз. Себебі чага керек болады. Өйткені сіз атысып атқанда көк хпыңыз кетіп қалса, осы чаганы іше қоясыз. Мінекей, осындай уақ заттарды ұрып, жүріп атқанда ұрып ресурс жинаңыз. Және сізде мысалы оружиелар, міне мысалы менде 2 ак, міне
Так, мен де басында сөйттім. Мына мысалы менде бәленбай АК болды басында кіргенде. 3 АК тұратын дейді, бүйтіп қараң тізіліп. Мен дейтін екеуі де әйтеуір басқа түсті ғой деп алып жүре беретінмін. Кейін мен ютуберлердің видеосын қарағаннан кейін олардың екеуі де міне мысалы қараңыз. Міне қараңыз, оқтайсыз ғой. Екеуінде оғы бірдей оқпады, по-любому. Сондықтан мен міне шамалысын алып тастаймын. Мына шамалысы мінекей. Бұл Fortnite'та мысалы PUBG Mobile дегендер ойнадым да, Free Fire ойнадым деген. Сонда андай глушитель, андай қалай көздейтіні болады, соларды өзіңіз рукоятка дейді, соларды бәрін өзіңіз жинап жүресіз ғой. Ал бұда ешқандай рукоятка, мукоятка дегендер керек емес. Сіз дейтін жай осы оружиелардың несіне редкісіне қарай таңдайсыз. Мысалы менде екі не бар, міне обычный сорт түсті, жасыл түсті, редкий. Мен мысалы міне қараңыздар, мына необычный жасыл түсті, обычный міне. Мен обычный лақтаймын, өйткені обычныйдан необычный жақсырақ, короче. Сондықтан мен, дробовик, мінекей, арбалет. Так, жарайды маған осы лут деген негізі. Енді келесі білу керек, қараңыздар, менде ағаш уж толып кетті. Көрдіңіздер ме? Менде уже ағаш полный. Бұда ағашта, темірде, таста 999-ға дейін барады, қана ал оқ 1301-ге дейін барады, короче. Бұда арбалет енді білмеймін, алып тастауым мүмкін арбалетті ертең. Арбалет шексіз оқтық, ол дейтін зомбилармен атысқанда жақсы. Ол кішкене жақсырақ көздейді. Мысалы Clash of Clans'тарда да мысалы алыс жерді көздейтін арбалет қой. Сол сияқты арбалет енді жақсы нәрсе былай. Ал снайперский ше. Снайперский ол дейтін мысалы өте керемет нәрсе. Мысалы любой жерде снайпер кездесіп қалса, сіз алыңыз. Снайперскийден өкінбейсіз деп айтқым келеді. Мысалы адам жүгіріп жатады да, адам мынау шамада кетіп жатқан адамды сіз мынау шамадан көздеуіңіз керек. Себебі ол қозғалыстағы адам. Және бізде достар, бізде мінекей коляска дегендер нәрселер бар. Мысалы Fortnite'та машина бар, квадроцикл бар. Енді бұрын 3-ші сезоннан бастап колясканы атып бәлде. Короче, достар, келесі білу керек нәрсеңіз, сіздер міне осылай сындырып, короче, жаңағыдай нәрселерді сіздер осылай опана. Айтпақшы достар, ең басты мәселе Free Fire, қалай деуге болады, PUBG-тардан айырмашылығы бұл Fortnite'тың PUBG-тардан айырмашылығы сіздер өзіңіз билей аласыз. Мысалы, мінекей қараңыз. Мінекей эмоциялар сай аласыз. Мені қараңыз. Міне бетесі мысалы. Оны жерге де салуға болады. Көрдіңіздер ме? Короче, қазір Free Fire'да ұрлап алған деп айтып жатыр көбі. Free Fire'да да билер бар. Неңгі қатып атырған сияқты негізі бар ғой. Так, лутать еттіңіз. Лутать деген, мысалы, бейті сындырдыңыз, оқты алдыңыз, соның бәрі лутать деген сөзге жатады. Мен айтып атсам, ешкім түсінбей атса, айтып қойын деген ма. Сіз келесі, қалай деуге, постройка. Мінекей мынандай нәрселер бар ғой. Сізге бұл қорғануға керек. Мысалы, сіз автобусқа да тығыла аласыз, ол былай жоғарыдан келе алады сізге, мысалы. Міне бүйтіп. Көріп тұрсыздар ма? Міне осы сізге жоғарыдан келеді де бүйтіп. Тарс болды. Сіздің жезіңіз кетті. Сіз өлдіңіз деуге болады. Оны бүйтіп төменнен сындырып жібере алады сізді. Сонда сіз ана жерден құлап кетесіз. Және достар, ол постройкаларды білу керек сіздер. Мен дейтін МК мінекей, жаңа АК болды. Сіз ол постройкаларды білуіңіз керек. Мына Сиянынка, менде Z әрпімен тұр. Енді ол жайлы видеолар шығарам, кнопкалар жайлы. Мысалы, бүйтіп кетсіз, міне үйтіп тұрып алыңыз. Міне сонда безопасный. Бірінші мынау сынады, сосын барып сіз оны сынған көресіз деп бүйтіп секіріп үлгересіз. Міне мысалы. Енді менде шамалы қатып жатыр. О май гад! Оу, міне осылай, короче, типа осылай.
Менде опытым жоқ, мен онда қатты ойнай білмеймін постройкамен. Енді біздің білетін нәрсеміз мінекей мына нәрсе, как көрсетейін. Енді көп ютуберлер осыны қолданады. О май гад. Және сіз мысалы нені редактировать ете аласыз, өзіңіздің постройкаңызды редактировать ете аласыз. Мысалы міне мынандай стенка, сіз оны есік жасай аласыз. Ол үшін мінекей осы екеуін істейсіз. Сонда ол есік болады. Және сіз оны қайттан жауып тастай аласыз. Қайттан алып тастай аласыз деген. Және сіз терезе жасай аласыз. Мінекей мына жағына жасай аласыз. Мына жағына жасай аласыз. Көрдіңіз бе? Және де сіз бұлай істей аласыз мысалы. Мінекей. Оны жоғарыға да істей аласыз. Мінекей. Бұлай жоғарынан да істей аласыз. Мә? Бұлай істей аласыз. Және қайттан қалай деп өтті, міне бұлай істей аласыз. Ой. Міне бұлай бір жағынан істей аласыз. Короче, бұл жайлы видео түсірем енді, мен білетіндерім аз бұл постройкадан да. Және сіз бұлай мысалы, как көрсетейін, бұл енді ондай атты маңызды емес бұл дейтін негізі. Бірақ сіз дейтін ресурсыңыз көп болып жатса, өйстігі болады міне. Мысалы төмен түскіңіз келіп тұр, сіз әрі басасыз да бүйтіп стенканы, лестницаны бұлай айналдырасыз, короче. Осыны бұлай. Ау! Так, міне, короче, осылай. Сосын қайттан бүйтіп орнына қойып қойыңыз, әйтсе сіз атып жатқанда ыңғайсыз болады. Және мыналарды бүйтіп айналдырып қоюға. Олар негізі маңызды емес. Криша міне. Және сіз міне мысалы кришада міне бүйтіп астына тығылып аласыз, короче. Бүйтіп кришаны да лестница қылып тастай аласыз. Мінекей кришаны лестница қылып тастадыңыз. Сізде мысалы сәріпмен көтеріліп кетасыз да, варпмен түсіп кетесіз. Мен басып үлгермей алдым. Так, достар, енді сіздер Fortnite'тан атысуды, міне біздің машина. Fortnite'тан атысуды үйрену үшін сіздер осылай ағаштарға секіріп басып атысыңыз. Міне бейт. Короче. Енді мен дейтін опытым жоқ деп атты, бірақ мен адам өлтіре аламын. Енді нуб деп айта алмаймын өзімді. Нуб деген енді шамалы вообще дым ойнамайтын адам, короче. Мен ондай емеспін деп айта аламын. Айта аламын деген. Короче, достар, мінекей біздің Fortnite әлемі. Fortnite'тың жері мұны. Мысалы, негіз шағын публиктардан қарағанда Free Fire бәрі үлкен ғой, кәдімгі. Оларда өйткені машиналар тез жүреді, зоналар хп-ны аз алады, короче. Бізде зона қатты алады хп-ны бар ғой, ё-май. Мінекей біздің Fortnite'тағы жер. Мынау біздің қирап қалған үйіміз. Бұған барамыз қазір. Мінекей бұлына яқта қайық бар. Мына яқта хумори. Мына жерде андай жасырын жер, короче. Мына жерде богатый берег бар. Приятный парк мына жерде. Енді айта берсең көп, мынандай тау бар мысалы. Так, мінекей бізде жалпы түсіндіргім келген нәрсе осы бірінші неде.
Так, достар, ол жоғарыдан ұшып келетін нәрсе. Ал бізде лама деген нәрсе бар. Лама деген ол қалай десем екен, өзі тұрады жерде, оның ішіне көп нәрселер шығады. Міне мысалы ол қатты ашылады, өйткені оның ішінен өте көп нәрсе шығады. Так, не анау? Міне мысалы осындай көп нәрсе шығады, оқтар да шығады. Міне мысалы мен мана айтқым келген нәрсесі слер ол. Жизньді да хпны көтереді бірге. Менде жизнь жасыл хп, ол жизнь. Сол көтеріледі менде, короче. Біз мына неге батырық? Міне бізде мысалы мына жерде тағы да лама тұр екен. Оны қарап жіберейік, артық етпес. Енді видео 20 минуттай болып қалыпты. Тезірек аяқтауға тырысайын. Тағы да үйрететін нәрселерді келесі жолда үйретем. Міне мысалы чага деген осы, мана көрсеттім, банка міне. 80 оқ драу үйттеуіш. Мына жерде тренировочный дейме қалай? Сондай хуйня, короче. Қазір көрсетем мен сіздерге. Мысалы ат судың тренировкасын алайық. Міне. Мінекей бізде осындай керемет атсатын жер пайда болды. Так, мынаны сындыртсақ, артына кетеді. Мә, қазір кедергі жасайды. Сіз мысалы біреуге бүйтіп нәрселеріңізді бере аласыз. Міне, бір бассаңыз үстінен 100 нәрсе кетеді. 100-ден кетеді мысалы. Ал оқты бассаңыз, оқтан да 10-10-нан кетеді. 20-20-дан екен. Или сіз бүйтіп тұрасыз да, бүйтіп қалай еді? Өзім білмеймін осыны. Короче, санын айта аласыз сіз. Или бәрін бере аласыз. Санын айта аласыз, короче, сіз дейтін оны. Мен қазір істей алмайтын. Так, маған помповый керек. Жоқ, міне. Осы керек маған. Және маған оның оғы береді қазір. Так, маған попы керек. Маған попы керек. Так. Все, маған осылай жарайды. Так, дровейкке қосамыз. Начать мини-игру. Кет, достар, атысып көрейік. Мен бұны алдында ойнадым. О май гад, қиын да. Все, осылай аяқталады, короче. Так, біз кеттік, өзіміздің жерімізге барайық. Міне, мысалы, менде жаңа мынандай нәрселер берді, қараңыздар. Міне, заморозка деймін, морозная ловушка, короче. Мынандай джемпэд, пусковой установка дейді, джемпэд деймін, костер. Және тағы да батут болады, ловушка болады. Міне, мысалы, мен бірінші нені көрсетем, джемпэдті көрсетем. Сіз келесіде бүйтіп. Мә, ой, кнопка шатастырып алдым. Так. Міне мысалы, джемпэдті таңдау үшін мышканың оң жағын басасыз. Міне сонда менде бәрі шығып тұрады. Ол үшін И әрпі менде мінекей көріпсіз, джемпэдтің үстінде тұр. Мінекей джемпэдті таңдап алдым, міне қойдым. И мы улетаем. Мә, қалай? Полетаем деген. Улетаем. Міне мысалы біздің үй бұрында ол күшті үй болып еді, судың астында күшті үй болып еді кәдімгідей. Айран үйім. Міне мысалы көрдіңіздер, МК жасыл түсті, мына глушительный автомат эпический. Бұл автомат Скар екеуі эпический мен легендарный ғана болады. Басқа время сіз МК-ны алыңыз, синий МК-ны. АК-ға қарағанда МК жақсы в общем. Так, мен мынаны аламын. Мінекей тағы да заморозка тұр екен. Так, достар, мен сіздерге заморозканы көрсетейін қазір. Міне сіз жоғарыдан келе жатырсыз да. Мінекей. Бүйтіп ауыстырасыз. Міне, ауыстырдым. Бастым. Енді заморозканы таңдаймын. Заморозканы қойдым. Сырпын басып, дайындап аламын. Мінекей, дайын. Міне, кетті. О май гад. Қандай күшті да, достар. Осындай тез жетесің, мысалы, төменге. Заморозканың сондай пайдасы бар, короче. Мінекей, сосын тіреп қалыңыз, әйтпесе сіз
жүре бересіз. Аяғыңыз, короче, таяды. Бұл противниктерден қолданатын нәрсе, короче. Мен бүйтіп істейінші. Джемпет қайда? Ой, көпке жеткен жоқпыз. Мысалы, мен қазір құлап кетейінші осы жерден. Өлдім міне. Бұл песочница режим болғандықтан өлген жерінен бір шығасың. Так, мен дейтін жаңа көп метрден құлап кеттім, короче. Міне менің нәрселерім жатыр. Осылай өлгенде кезде осылай тізіліп жатады. Мысалы, кубоктарда бір ящик па бірдемені ішіне салып қояды ғой бір. Қайда жоқ қылып. Өлген кезде адам мұндай алып салмайды ғой, по-любому. Мінекей 11 жезін кетті. Мен сіздерге көрсеткім келген нәрсені көрсетейін деп жатыр. Костер. Костер дейтін ол жезіңізді, тек қана жезіңізді көбейтетін нәрсе. Міне мысалы сіз противниктерден қашып кетсіз, осылай реск істейсіз. Және де пол қоясыз астыңызға. Полдың үстіне костер қоясыз. И все, сіздің жезіңіз көтеріле береді. Және сіз осылай тұрғанда билей аласыз. Короче, адам келіп қалмаса болды. Төбеңізді крышамен жауып қойыңыз бүйтіп. Сосын билей беріңіз. Так, мен сіздерге слотты қалай қою керекін айтайын. Мен мысалы дробовикті бірінші неге қоямын. Себебі менде бір кнопкасы резко басылады. Ол W-лерге жақын. 2-ге МК соларды қойып қоямын. 3-ге ПП-ны қойып қоямын. 4-ге не болса да менде кейде аптечка болады или синий жаңағы банкі болады. Соны қоямын. Ал 5-ге снайперский винтовканы қоямын. Енді снайперді қоямын деген. Сосын резко не істейсіз де кетесіз мені. Жизнь көбейді. Менде 61-ге дейін көбейді. Менде мана 11 болды. Бұл не, короче, қалай айтсам болады. Бұл костер 50 жизнь көтереді. Айтқым келгені. Так. Кешірім сұраймын, микрофон қозғалып кетіп жатыр. Так, достар, деп шығып жатыр. Ол дейтін кәдімгі ловушка мысалы. Үшті өтпесең, қазір тағы да ловушка түсіп кетем. Мінекей біздің достар үйіміз. Ол үйдің тұсында осындай не болады. Граница. Сіз ол жерде құламайсыз жерге, мүлдем құламайсыз. Сіз ұшып жүресіз. Мінекей осылай бөлініп кетті үй дейтін. Және қасындағы жерлері де бөлініп кетті. Өзі. Және достар, сіздерде мінекей. Мен жаңа айттым ғой, арбалеттің орнына басқа бірдемелер тұрады деп. Ол осындай нәрселер. Мысалы сіз противниктерге кетасыз. Алдыңыздан противник шығып қалды. Резко. Ол осылай билеп қалады. Или сіз өзіңізді жақындап қалуыңыз керек, сіз де билеп кетесіз себебі. Ал противник ана жерде тұрады. Ол билеп қалды. Мә? Ой жар. Короче, ол билеп қалды, мысалы, үйтіп тұр. Сіз резко жабыстырасыз. Ол бүйтіп секіріп өтуі мүмкін, сіз бүйтіп жоғарыға көтеріп жібересіз. Короче, тактикамен ойлануың керек дегендей әңгіме. Так, біз түсіндіретін нәрсенің көбін түсіндірдік. Мінекей мысалы аптечка. Мана чага болмаған кезде аптечканы қолданыңыз дедім да, мысалы. Или чага болып, аптечкада болып, тек қана жасыл жезін кетсе, сіз аптечканы қолданыңыз. Және достар, сіз дейтін мысалы зонаға бағытсыз делік міне. Мысалы зона мына аяқта, міне дөңгелек болып, мына аяқта шығып тұрады. Сіз осылай қарата жаяу баратысыз, сонда R-ді басып автоматтарыңызды оқтап алыңыз, достар. Мінекей тағы да лама шықты бізге. Ламаны или атып та істеу болады. Тағы да джемпет шықты. Мінекей банк ішкі шықты, банк. Және бізде достар, мысалы Free Fire'да, мен Free Fire'ден көрдім әйтеуір. Онда бетон ба, сондай нәрсені, короче, үстіне киіп алады. Ана басқалардан көрінбеу үшін. Бұда да сондай нәрсе бар. Ол мінекей бізде жасыл шөптің мінекей. Мынандай жасыл шөптің арасына тығылып қаласың міне. Ол жерде біреу отыру мүмкін. Мінекей бет тығылып қаласың, болды. Все, ешкім көрмейді. Ел кейбіреулері сізді кетіріп атып кетеді, болды. Ол бар деп ойламайды, просто атып қалады, мысалы. Ол
Fortnite ойнайтындар бәрі біледі шөптің арасында жатуға болатынын. Короче, сондықтан осындай нәрсе де бар. Кәдімгі киіп алатын нәрсе, сіз шөпті іздеп жүрмейсіз. Мысалы, зона топ екі адам болды. Біреу сен, біреу басқа. Топ дейін алу керек. Мінекей, зона құтақшыдай сіз барасыз да отырып аласыз. Автоматыңызды алып аласыз. Болды. Или ол адам сіздің қасыңда өтіп жатса, былай қарай өтіп кетті ме, былай қарай. Сенің қозғалған оған естімейді деп ойлаймын. Және сіз оны алып аласыз. Және достар, мінекей ударный граната. Ол ударный граната, мысалы сіз жоғарыда жүрсіз, ең таудың үстінде төменге түсу керек болса, мен ударныйды қолданамын. Және біз ударный, короче, ол дейтін керек нәрсе. Егер сізде бір слот болып жатса, ударныйды ала салыңыз. Мінекей ударныйдың кішкентай түрі. Ол дейтін ондай қатты алысқа ұшырмайды. Ана ударныйдан қатты ұшырмайды. Және бұл сізге бұл пайда аспайды. Мысалы, жоғарыдан түсіп кетіріп, жоғарыдан түскіңіз келіп не істесеңіз. Және короче, ударныймен жоғарыдан түссең, ол дейтін жоғарыға төменге түскенде ол дейтін жезін алмайды. Ал осымен, осы кішкентаймен түссеңіз, сізден жезін кетеді. Және бұл дейтін ешқандай нәрселерді сындыра алмайды. Ал ударный дейтін сындырылады кәдімгідей. Бұл, короче, аты қалай бұл? Импульсная граната екен бәсе. Мінекей, және бізде осындай сататын нәрселер тұрады. Мен мана көрсеткен болатын оның біреуін, бірақ айтпаппын. Осындай сататын нәрсе тұрады. Мен мысалы сіздерге мына пистолетті көрсеткім келіп тұрмын. Осындай белгілі нәрсеге, мысалы 150 неге деп тұр, міне көріп тұрсыз. 150 неге мен қойыншы. 150 тасқа мысалы осындай нені алып аласыз, мысалы сіз. Мінекей, бұл дейтін жаңа нәрсе бізде. Бұл уақытша тұратын нәрсе деп ойлаймын мен. Жай Хеллоуинге ойнайсыз. Қараңыздар қалай айналдырады. Ё-моё. Кәдімгі ковбойлар сияқты. Мана мен сіздерге басында көрсеткен болатын. Басты персонаж деп, ол ковбой. Сол ковбойлар сияқты ат аласыз сіз оны. Так. Енді біз дейтін видеоны аяқтауымыз керек, достар, себебі бізге 30 минуттай уақыт болып қалыпты. Мен дейтін жаз бойы, мысалы, жұмыс істедім, Астанаға қыдырдым, короче, жаз бойы, компьютер көп, ноутбук көп ойнаған жоқпын мен. Fortnite-ті ол кезде ноутбукпен кәдімгідей. Осы күзден бастап тек ойнап үйренгенім. Өйткені күзде көп ойнадым мен. Сабақты оқу орнында Fortnite ойнадым көп. Так, достар, осылай мен дейтін енді қазір мен бұрын қиналатын едім, мегабайтта алмай жүрмін деп, анау мынау деп ВК-ларға. ВК-мда менің кім оқып жүрсе, мен әрбір пост сайын айтатын едім. Маған мегабайт болмағанда, мегабайт болса мен дейтін монтажды жарып жасайтын едім, анау мынау деп. Мен дейтін ол кезде монтажды шамалы жасап жүрдім. Енді қазір де шамалы жасаймын. Себебі маған монтажды мықты етіп жасап керегі жоқ. Мен дейтін ақша алайын деп жатқан жоқпын ютубтан. Ақшаға қызықпаймын да ютубтағы. Өйткені ондай көп бермейді ол. Енді кәдімгі одан да жұмыс істеген жақсы, сондықтан жұмыс істейіндер деп айтамын деп. Мысалы мен дейтін сіздерге тағы да бірдеңе айтып кетейінші, сосын қырсын. Мысалы песочница режиміндейік, ал песочница басқа ешқандай неде сіз ондайды істей алмайсыз. Мысалы осылай жоғарыға шығып алдыңыз, және сіз осылай крышаны алып, бүйтіп бәрі жерге салып кетіңіз. Салыңыз деген. Енді сізде ресурс по-любому 999 бат үшеуі. Сондықтан осылай ресурсны крышаны осылай салып қойыңыз. Егер бір адам келіп өтсе, сіз тығыласыз. Или ол адам сіздің астыңыздағы полды сындырады. Бірінші мінекей полды көрсете берейін қазір. Мінекей астарында пол тұр бұлардың. Қазір. Мінекей қараңыздар, бұлардың астарында пол тұр. Және пол дейтін бірінші полды сындырады. Мінекей крыша солай қалып қояды. Сіз уже аман қалдыңыз. Сондықтан келесі крышаға секіп кетесіз. Ал егер ол адам мына жерден сындырып жатса, мына жерден, сіз мына жағында екіншісін тағы қондырып кеткен боларсыз. Сол аман қалып қояды. Аман сақтайды, короче. Сосын сіз білесіз де уже төменге түсесіз. Солай, короче. Так, достар, бәріңе давайте. Осы видеоны лайк басыңдар. Келесі видеоны күтсеңіздер. Come on, let's go. Давай, кеттік біз. Уй! Mən bilmeyeyim beni.
Come on, let's go. Жүріңдер бірге сырғанайық. Мінекей мысалы. Ең төменнен қиратса бәрі кетеді. Тарс қой. Давайте, достар. Сіздермен бірге болған Джонни KZ. Бәріңізге лайк басқандарға рахмет. Давайте.